Алматы облысындағы балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілері енді каратэмен айналысады. Жаңадан ашылған орталықта шығыс жекпе-жегінің үйірмесі ашылатын болды. Ұлттық республикалық Киокушинкай-кан карате федерациясының өкілдері мен чемпион спортшылар балалармен кездесу барысында осындай ұсыныс жасады. Балдырғандар бос уақытын смартфонмен өткізбей, аптасына бір рет болса да спорт залда шыныққандар абзал. Кездесудің мақсаты жеткіншектерді спортқа баулу, рухын көтеру және салауатты өмір салтын насихаттау. Спортшылар қорғану техникасын, күрделі әдістер мен ағаш сындыру элементтерін көрсетті. Федерация балаларға бағалы сыйлықтар табыстап, тұрақты жаттығу өткізуді де ұсынды. 180 орынға арналған қолдау орталығында қазір 30 бала тәрбиеленіп жатыр. Енді мұндағы балалардың дамуы үшін танымдық және спорттық шаралар жиі ұйымдастырылып тұрады. Біздің мақсатымыз сол ғой, сол балдарға болашағын көрсету. Қазір бұл балдарда болашақ болса, ертеңгі күндері ашық болады, сол болашақтарына жете береді. Менің алып келген балдардың бәрі чемпионы, шетелде де болған. Сол сияқты кішкентай балдар да сол жерге баратын болса, нұрдың үстінде нұр болады.